Пол Морфи, Алонсо Морфи рокировка жасамаған патшаға шабуыл. Е4, Е5, орталық және тағы да бір орталық. АТФ шах С6, піл С4, піл С5 Италия партиясы деп аталады және Б4. Бұл Эванс гамбиті, немесе сарбазды құрбан ету. Негізгі мақсаты мына пілдің Б4-ке келуіне мәжбүрлеу. Алу және С3. Алып келдікте енді темп. Темпус, темпо деген сөз ол уақыт дегенді білдіреді. Піл С5. Дәл қазір піл А5 деген жүріс бар. Мысалы, піл Е7 деген жүріс бар. Мысалы, піл Д6 деген жүріс бар деген сияқты. Бірақ бұны біз қазір білеміз. 19 ғасырда бұндай ақпарат болмаған шығар деген сияқты. 21 ғасырдың адамының сондай бір белгілі бір тәкаппарлығы бар. Мынау қарапайым дүние ғой деп. Қарапайым дүние осыға дейін сен үшін бұның бәрін анықтап берді. Содан кейін сен деген өзіңді бір керемет аспандағы ай сезінесің. Піл С5, Д4, орталықты қопарамыз, қос соққы, мына жерге шабуыл жасаймыз және мына жерге шабуыл жасаймыз. Алдық және піл Б6. Мүмкін піл Б4 шах деген жүрісте бар меді деген сұрақ туындайды. Былай, рокировка ат А5 тағда мына фигураның жүргені қаншалықты орынды. Мына фигура ұйықтап жатыр, рокировка жасалынған жоқ. Піл Д3, Д5, алдық және піл А3. Бұл жүрістің ең басты мақсаты қарсыластың рокировка жасауына мүмкіндік бермеу. Піл Е6, ат С3, үнем айтатын нәрсе орталық және тағы бір орталық және темп мәселесі. Темпус, темпо деген сөз уақыт дегенді білдіреді. Бұлай Д5 тез арада Е жолын ашу біз үшін маңызды. Алдық және піл Б5 шах. Қарсыластың патшасының түбіне жету үшін біз не істеуіміз керек? Ашық жолдар керек. Уәзір Б5 тура Е1 шах. Бұлай және тура Б1. Тағы бір темп мәселесін біз қарастырамыз. Уәзір 6 шах және уәзір Д5. Мына жерге шабуыл жасап тұрмыз. Мыналар не істеп отқаны белгісіз. Уәзір С4 шах, бұлай және тура F8 мат. Көрдіңіздер ме? Рокировка жасаған жоқ, фигураларды іске қосқан жоқ. Соның арқасында осындай нәтиже болды.